Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазір қазақ тілі пәні. Бүгінгі сабақтың тақырыбы нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Оқу мақсатына негізделген сабақ мақсаттары. Тірек сөздерді пайдалана отырып, мәтін құрастыру. Түбірге жұрнақ жалғау арқылы туынды сөздер жасау. Түбірлес сөздердің мағынасын ажырату. Бірінші тапсырма. Мәтінді түсініп оқы. Мәтінге ат қой. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырып жаз. Ал балалар, өздеріңді тексеріңдер. Мәтіннің аты сабақ. Мәтін бойынша құрастыруға болатын сұрақтар. Сабақ сөзінің тура мағынасы нені білдіреді? Сабақ сөзінің ауыспалы мағынасы қандай? Сабақ көбінесе қай уақытта басталады? Өте дұрыс. Жарайсыңдар, балалар. Енді екінші тапсырмада берілген жұмбақты шешіңдер. Мұртын сипап күні бойы, бетін сусыз жуады. Тысырды аңдып түні бойы, тышқанды көп қуады. Бұл не? Дұрыс, бұл мысық. Жарайсыңдар, балалар. Ендігі тапсырма қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талдап, тиісті белгімен белгілеңдер. Балалар, өздеріңді тексеріңдер. Сусыз, түбірі су, сыз, жалғау. Тышқанды, түбірі тышқан, ды, жалғау. Өте жақсы. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, үшінші тапсырмада өздік жұмысы берілген. Берілген тақырып пен тірек сөздерді оқы. Тақырып: кітаптар мұңы. Тірек сөздер: жыл соңы, мектеп кітапханасы, жыртылған кітап, сызылған кітапша, мұңдарын шағу, кітапханашы. Бұл мәтінде не туралы айтылуы мүмкін? Ал енді өздеріңді тексеріңдер. Тірек сөздерді пайдалана отырып құрастыруға болатын мәтін мазмұны бұлай болуы мүмкін. Тақырып: кітаптар мұңы. Оқу жылы аяқталды. Оқушылар ұстаған кітаптар мектеп кітапханасына қайта жиналды. Кітаптардың халдері мүшкіл еді. Біреуі жыртылған, біреуі сызылған. Әбден шаршаған кітаптар бір-біріне мұңдарын шақты. Сызылған кітапша: мені Айдос деген оқушы ұстады. Ол бетіме қарындаш пен шимайларды салып, маған дұрыс қарамады, деп мұңын шақты. Ал беттері жыртылған кітап болса, былай деп мұңын шақты. Мен ұстаған Қайрат деген бала әр бетімді жұлқып ашып, көрінген жерге қалдырып, ақыры осындай күйге түстім. Балалар, кітаптарды қалай ұстау керек? Дұрыс айтасыңдар. Кітаптарды ұқыпты, таза ұстауымыз керек. Балалар,
Үйге берілетін оқу тапсырмасы кестені толтыру. Берілген сөздерді түбірі мен қосымшасын ажыратып, кестедегі тиісті бағанға орналастырыңдар. Балалар, бүгінгі сабаққа өте жақсы, белсенді қатыстыңдар. Қайталау тақырыптары бойынша өзіңнің білім деңгейіңді блок ағашында белгіле. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңдар.